Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін пицца жасайтын боламыз. Бұл пиццамыздың қамыры өте ерекше және оп-оңай. Онымызға айранымызды қосып, айранға 1 шай қасық тұз қосасыздар, жақсылап араластырасыздар. Сосын ұнға қосып, қамыр илейтін боламыз кәдімгідей. Бұл қамыр кішкене жабысқақ, жұмсақ қып елейсіздер. Осындай болады, жұмсақ қолға жабысып тұратын қамыр болады. Бірақ қазір біз жайған кезде онды араластырып, оны сеуіп отырып жаямыз. Содан кейін ол біртіндеп өзі жабысқақтығын жоғалтып, жақсы қамыр болып шығады. Сосын 1 чай қасық содан аламыз да, жаңағы видеода көрсетілгендей, міне осылайынан 3 бөлікке бөліп аламыз. 3 бөлікке бөліп аламыз да, жаңағы қамырымызды жақсылап тұрып жаямыз, қолмен жаямыз. Оның көмегімен оны сеуіп отырып жаясыздар. Сосын 1 бөлігін алып, 1 бөлік содан аламыз да, осылайынан жақсылап тұрып себесіздер. Қыздар соданы жақсылап тұрып, жаңағы мен көрсеткендей жаймасаңыздар, ол бір жерде қалып қалса, қамырыңыздың ішінде қоңыр болып, қатты болып қалады. Сондықтан соданың бәрін жаюларыңыз керек. Осылайынан алған соң конвертик жасап, жаңағыдай тағы да жаямыз. Сосын 2 бөлік соданы саламыз да, оны да жақсылап тұрып осылай қамырымызға жайып аламыз. Сосын тағы да осындай конвертик жасаймыз. Жақсылап тұрып, оны сеуіп отырып, қолыңызға жабыспас үшін, бұл өте жұмсақ қамыр болады. Сондықтан қолыңызға жабысып тұрады. Оның көмегімен осылайынан тағы да жайып аламыз. Сосын 3 бөлігін, соңғы бөлігін соданы, ас содасын қайтадан себемізді жақсылап тұрып жан-жағына жаямыз. Қыздар, жаңағы содамызды жақсылап тұрып жайыңыздар. Аты бір жерде қалып қалатын болса, ол қамырдың ішінде піскеннен кейін көрініп тұрады, сол жер қатты болып тұрады, және де қоңыр болып білініп тұрады. Сондықтан осылайынан жасап аласыздар да, тағы да осындай конвертик жасайсыздар. Сосын қолдарыңызға осы мен сияқты сұйық май аласыздар да, жағып шығасыздар. Бергі жағына, бетіне жағамыз, сосын айналдырып астына жағамыз. Содан кейін барып ыдысымызға салып 20-30 минутқа тындырып қойып қоямыз қамырымызды. 20-30 минуттан кейін қолдана берулеріңізге болады. Осылайынан бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша пиццамызға керекті заттарды турап аламыз. Қамырымыз осындай дайын болған соң, қолымыздың көмегімен осылайынан пергамент төселген формамызға пиццамыздың қамырын жайып алатын боламыз. Сосын майонезбен кетчупты араластырып, соус жасаймыз бетіне. Жақсылап тұрып бір тегіс қылып барлық жеріне жайып аласыздар да, жаңағы пиццамызға салынатын салмасын дізіп салып шығасыздар. Мен колбаса мен помидормен жасадым. Осының барлығын тізіп алғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Пісер кезінде 5 минут қалғанда сырымызды осындай дайындап қоямыз. Сырымызды жақсылап тұрып барлық жеріне сеуіп, содан кейін 5 минут өткеннен кейін пиццамыз дайын болады. Осындай әдемі болып шығады. Ас болсын барлықтарыңызға.